Армысыздар, менің бүгін сіздерге ұсынып отырған жобам 5 қадам деп аталады. 5 қадам дегеніміз, яғни қазақ тілін оқып үйренуге бағытталған 5 қадам. Қазақ тілін ғана емес, сонымен қатар әдебиетін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын және де атақты тұлғалар мен олардың шығармашылығын оқып үйренуге бағытталған авторлық бағдарлама. Авторлық бағдарламаны жазу бұл тақырыпта неліктен ойға келді? Ең әуелі өзім қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі болғандықтан мемлекеттік тілді жоғарғы деңгейде оқушыларға оқып үйрету басты мақсатым. Екіншіден, елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бірнеше жолдауында мемлекеттік тілдің оқып үйретудің маңыздылығын атап өткен болатын, және де әрбір мектептерде қазіргі таңда осы мемлекеттік тілді оқып үйрену үшін көптеген жұмыстар жүргізілуде. Осы тұста мектебіміздің серіктесі 500 мың теңге сыйлық қорын ұсынды, және де осы сыйлық қорында өз сөзінде айтып өтті, яғни қазақ тілін оқып үйренуге бағытталған бағдарлама болса деп. Әрине мектеп әкімшілігінің қолдауымен, мектеп серіктестерінің қолдауымен осы авторлық бағдарлама жүзеге асты десек те болады. Өйткені 2023-2024 оқу жылында осы жылдық жоба 5 қадам жобасы жүргізілуде. 5 қадам жобасы 5 кезеңнен тұрады. Яғни біріншісі ойлантып қазақ тілінің грамматикасы. Екіншісі 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар. Яғни бұл кезеңде оқушылар сөздіктерді жаттайтын болады. Үшіншісі атақты тұлғалар және олардың шығармашылығы, сахналық қойылымдар. Яғни грамматиканы өтсе, одан кейін сөздіктерді жаттаса, грамматика мен сөздіктерді бірін-бірімен байланыстырып сөйлем құрап, яғни сахнада еркін сөйлеу. Үшіншісі қазақ халқының салт-дәстүрлері, яғни қазақ халқының тілін ғана үйреніп қоймай, мәдениетімен, әдет-ғұрпымен танысу. Және де төртінші кезең мәре кезеңі, жыл бойы оқушылар, яғни қатысушы оқушылар жыл бойы арнайы танымдық видеолар түсіретін болады. Сол видеоларда кім көп қаралым жинаса, кім көп, яғни жүрекше лайк жинаса, тағы да қосымша балды иеленеді. Жыл соңында осы 500 мың теңгені құрайтын арнайы сыйлық қорлары жеңімпаздарды күтуде. Жалпы 5 қадам жобасының қазір бірінші кезегін тамамдадық, екінші кезеңін тамамдадық, енді үшінші кезеңіне келіп отырмыз. Үшінші кезең, яғни біз үшінші, төртінші кезеңді орындарымен алмастырдық. Өйткені қазіргі таңда Наурыз мерекесі болғандықтан, қазіргі таңда ұлттық салт-дәстүр кезеңін өткізіп жатырмыз. Өйткені Наурыз мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Бұл кезеңде оқушылар арнайы салт-дәстүрлерді ата-аналарымен бірге, сыныптастарымен бірге арнайы видео түсіріп, кез келген бір салт-дәстүрді таңдап, соны Инстаграм желісіне жолдау қажет. Жалпы 5 қадам жобасының бірінші кезеңі, екінші кезеңнің қорытындылары, жалпы 5 қадам жобасы жайында ақпараттар барлықтарына қолжетімді болу үшін арнайы сайт құрастырдым. Сайтымызда 5 қадам деп аталады. Сайтқа сілтемені сіздерге міндетті түрде жүктейтін боламын. Осы сайтты ашып, жалпы 5 қадам жобасы жайында видеороликтермен, ақпараттармен 5 қадам жобасының бірінші кезеңі жайлы, бірінші кезеңнің қорытындысы жайлы, және де бірінші кезеңнің тапсырмалары жайында толыққанды ақпараттарды ала аласыздар. Уақыт әрине шектеулі болғандықтан кейін, асығыс болғаннан кейін осылай жылдам видео түсіруге тура келіп тұр. Әйтсе де алдағы уақытта 5 қадам жобасымен толыққанды өзім сіздермен таныстырамын деген ойдамын. Жалпы назарларыңызға рахмет.